Bastım. Көрініп тұрмын ба, Зейін Рахметайна? Иә. Естіліп тұр, аха. Рахмет. Ислам, микрофонды өшіреміз. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыздар ма? Барлығымыз кірейік. Видеоны қосамыз, я? Видеоны барлығымыз қосамыз. Ислам. Тағы да кім? Қосайық барлығымыз кірейік. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар ма? Кіріңіздер. Кірейік барлығымыз. Сәлематсыздар. Кіре берейік жылдан. Микрофонды қазір сабақ басталар кезде микрофонды өшіріп тастаймыз, иә? Мені тыңдап отырасыздар, мұқият. Содан кейін тыныштық сәті кезінде өздеріңіз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп отырасыздар. Сол кезде микрофонды қосып сөйлейміз. Басқа жақтан дыбыстар естілмесін. Жақсы ма? Жақсы. Барлығымыз қосайық, иә? Бізде мұғалімдер бар, барлық. Сондықтан видеомызды барлығымыз қосайық. Көріп тұрма сіздерге видео? Балалар? Иә. Қазір кішкене мұғалімдер кірсін, содан кейін бастаймыз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар, кіре беріңіздер. Зейнел Рахметбаевна, Айжан Калиевнаны тосайын ба? Әлде бастай берейін ба, қалай? Уақытыңыз болса, негізі бастай беріңіз. Бастай берейін ба? Уақытым басталған еді, 12-ден 2 минут кетті. Бастай берейін, я? Я қазір кіреді, мен Жақсы. Сәлематсыздар ма, құрметті студенттер? Енді бүгін бізде ашық сабақ, я, құрметті ұстаздар, студенттер, бізде бүгін ашық сабақ. Ашық сабағымыз ең бірінші сабақты бастамас бұрын түгендеп алайықшы. Группамызда түгелміз ба? Бізде Дилназ ауырып жатыр. Әмина орған кірді. Әмина, Дилназ, я? Жақсы. Аида, Сабина бар ма? Кірдік па? Бар. Сабина кірдік. Дилназ, Қайрат қызы Жұлдыз, Қонысбек Аяжан, кірдік па? Өздеріңіз айтып отырыңыздар. Я бар. Маканалина Дилназ, Нұрбаева Еркеназ, Нұрлан қызы Айжан, Сағынып қызы Айшагүл, Сейілғазиев Нұрлан, Шанайхан Нұрсұлу. Жақсы, кірдік. Бізде Амангелдиева Дилназ қана ауырып жатыр. Жақсы, кеткенше сабағымыз бастайық. Алдарыңызда дәптерлеріңіз барлығы болсын, қаламдарыңызды барлығыңыз алып отырасыздар. Өздеріңіз пікір білдірдіңіздер дегенде, өздеріңіз пікірлеріңізді білдіріп айтып отырасыздар. Кеткенше
ендеше сабағымызды бастайық. Ал барлығымызға сәттілік. Өзін өзі тану пәні 10 күндікке байланысты сабақ. Бізде өзін-өзі танудың ерекшелігі бізде тыныштық сәтімен басталады. Тыныштық сәті бізде әдеттегідей нұрға бөлену, орманға саяхат деген жаңағы тыныштық сәті бар. Соны оқып мына жерде көзімізді жұмып бір сезімге келуіміз керек болатын, жаңағы көз алдымызға елестетуіміз керек болатын. Бірақ енді мынандай жағдайға байланысты біз қосып ол жерде қазір айта алмаймыз. Бірақ мен сіздерге үйге тапсырма берілгенбіз, бір өлең шумақтан айтып шықсақ. Кім айтады бізде? Мен айтсам болады ма? Айжан, айта қойыңыз. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тілі орамды, үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты оғаш, көңілінің көзі ашық тергеп үшін. Жақсы. Тағы да айтатындарыңыз бар ма? Дильназ? Мен. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегімен аққауын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз болып мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, салпылдап сағым қуған бойын етпе. Жақсы. Енді өздеріңіз жаңағы бізде чатымыз бар, мына жерде чатқа өздеріңіз көңіл күйлеріңізді білдіріп, смайликтеріңізбен жіберулеріңізге болады. Жақсы, рахмет. Қандай көңіл күйде болдыңыздар? Елестедіңіздер ме көз алдарыңызға? Ұнады ма? Яғни бұл Абай Құнанбайұлының шығармашылықтарынан үзінді оқыдыңыздар, Бұл жерде мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 1889 жылы жазылған өлеңі. Бұл жерде 6 шумақтан тұрады, 30 жаңағы көлемі 30 жолдан құралған өлең шумақтары. Жақсы, кеттік, ендеше қарай сабағымызды жалғастырайық. Бізде бүгін сабағымыздың тақырыбы, яғни отбасы руханилықтың көзі. Білесіздер, өзіңіз тануда 5 құндылық бар, ол бізде дұрыс әрекет, қазір өтетіміз, және де қасиеттеріміз бар, ол бізде бүгін сабағымызда меңгереміз, ол қайырымдылықты, қамқорлықты, жауапкершілікті меңгереміз. Ал бізде сабағымыздың мақсаты, яғни отбасылық құндылықтар жөніндегі түсініктерімізді кеңейтеміз. Енді қазір біз үйге берілген тапсырма бар еді, сол тапсырманы кішкене тексеріп жүрсек, үйге берілген тапсырма сіздерде Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя үзіндісін оқып келу керек болған, романнан үзінді. Егерде оқып келсек, қазір мына жерде мен сіздерге сұрақ қояйын, сол сұраққа бір пікірлеріңізді айтып шықсаңыздар. Сұрақ: жазушы әке бейнесін қалай бейнелеген? Айтып шығыңыздаршы бір ойыңыздан. Кім айтады? Жазушы әке бейнесін қалай бейнелеген? Сыйлы адам ретінде бейнелеген. Қамқор, білімді, Басын жақсы көретін адам. қолынан барлығы келетін адам деп бейнелеген. Көпті білетін, көпті көрген. Шытырланған. Жақсы. Екінші, Бауыржан Момышұлы мен оның әжесінде қандай қарым-қатынас болған? Бауыржан Момышұлы ерте айтылады, сол себепті оның әжесімен ара қатынас өте жақсы болады. Оны тәрбиелеген, ненің дұрыс ненің бұрыс екенін сол әжесі үйреткен. Жақсы. Үшінші, әңгімедегі ұлттық тәрбие мен қазіргі қазақ отбасындағы тәрбие туралы не айтар едіңдер? Бұл әңгімеде не айтылған? Әңгімедегі Момынқұл сияқты балалар қазіргі ортамызда, өзіміздің арамызда аз емес. Жақсы. Кеттік. Осы шығарманың тәрбиелік мәні қандай? Бұл жерде көбінесе не айтылған шығармада? Балалардың тәрбиесі жайлы айтылған. Тағы да? Кім қосады? Бір пікірлеріңіз айтып жерсеңіздер. Тағы да нені айтылған бұл жерде? Бауыржанның әкесінің жақсыдан екен айтылған. Бауыржанның әкесі сияқты әкесінен үлгі алу. Ұлы тұлға, ұлы тұлға. Жақсы, оқығандарыңыз оқып жауап айтып жатсыздар. Кеттік, ендеше қазір үйге берген тапсырма бойынша қорытындылап кетсек, яғни Бауыржан Момышұлы бұл бізде екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті жазушысы,
Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өмірінде көрген білгендерін шығармаларына арқау етті. Ал мынау Ұшқан ұя романының повесінде үзіндіде бұл жерде не туралы айтылған? Әлем тарихы, жаратылыс шежіресі, өзінің өмірлік туралы алғашқы мағлұматтарын айтылған, және де әжесімен тығыз қарым-қатынаста болғанын, барлық әжесінен үйренгенін, ненің жаман, ненің жақсы екенін үйренгенін, барлығын әжесінің үйреткенін айтып, өзі сезімін білдіріп отырады екен. Және де өзінің әкесі Момышұлының әкесін, Бауыржан Момышұлының әкесін өзі үлгі тұтатындай айтқан екен осы әңгімесінде, Жақсы, кеттік, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бізде сабағымызды өзіңіз танудың бір ерекшелігі дәйек сөз бар. Ол дәйек сөз біздің осы бүгінгі өтетін тақырыбымызды, білімімізді шыңдау үшін, дәйек сөз бізде алынған Ыбырай Алтынсариннің қанатты сөзі бар. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Және де екінші бізде дәйек сөз, ол Сухомлинскийдің сөзін алдық, қанатты сөзін, отбасы адамның жақсылық жасауға үйрететін ең бірінші әлеуметтік ортасы деп айтылған екен. Енді сіздерге сұрақ, қараңыздаршы, іштеріңізден бір рет қана оқып түсініңіздерші, мына жерде не туралы айтылған? Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады деп айтқан екен. Енді сұрақ, сіздерге бір осы дәйек сөзге байланысты сұрақ қойсам. Отбасында қандай құндылықтар бала тәрбиесінде маңызды деп ойлайсыздар? Қандай құндылықтар? Кішіпейілділік. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Кішіге ізет көрсету. Әрдайым қолдау көрсету. Түсіністік. Көпшілікпен қарау. Білімге жақсы қарау. Қамқорлық, Сенімділік. кешірімділік, қайырымдылық. Жақсы. Енді екінші сұрақ. Отбасындағы және қоғамдағы мінез-құлық нормаларының байланысы қандай дейді? Отбасы автономия болады дегендіктен, отбасында алған тәрбие қоғамда да өте маңызды болып табылады. Отбасында қандай тәрбие алдың, сонымен қоғам алдында өзіңді көрсетесің. Жақсы. Енді өздеріңіз дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Бізге мәні тәрбиесі өте зор ма екен? Әрине, жақсы адам болу үшін ата-ана отбасында балаға жақсылықтың бәрін үйретеді. Сыйлы болуды үйретеді. Жақсы, рахмет Аида, рахмет қыздар. Кеттік. Ал мына Сухомлинскийдің, Василий Александрович Сухомлинскийдің осы дәйек сөзін не деп айтасыздар? Отбасы адамның жақсылық жасауға үйрететін ең бірінші әлеуметтік ортасы. Бір ғана пікірмен. Бала отбасында көреді, соны жасайды, сондықтан үйіндегі ең бірінші көретін тәрбиесі адамдардың арасында да сондай болады. Ұяда не көресің шыққанда соны ілесін дейді ғой, сол сияқты отбасында қандай тәрбие болады, соны қоғамда да ол көрсетеді, әлеуметтік орталарда. Жақсы Жұлдыз, үйде отбасында қандай тәрбие көресіз, бірақ біз отбасында ешқандай ата-ана жаманшылыққа үйретпейді, әрине жақсы болсын деп үйретеді, жақсы адам болсын, жақсы болсын деп үйретеді, және соны қоғамда дұрыс әрекетпен дұрыс өмір сүруге үйретеді екенбіз, Жақсы, рахмет, дәйек сөзден ойларыңызды білдіртіп жатырсыздар. Енді осы дәйек сөзді қорытындылап кетсек, яғни адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы ол отбасынан басталады дейді. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік деңгейі отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жұмысы оның жүрегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді екен, Жеке адамның бойындағы ар-ұяты, ақыл-ойы, адамгершілігі басқа адамдармен қарым-қатынаста мәдениеттілікті тәрбиелеуге отбасы алғашқы қадам екен. Сондықтан отбасы өте қажетті, басқа еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Жақсы, бұның барлығын біз дәптерімізге сабақ соңынан кейін түсіріп алып отырамыз. Енді бізде қазір осы дәйек сөзді ары қарай сабағымызды түсіну үшін мына бейнематериалға назар аударыңыздар. Сіздерге сұрақ, осы қазір бейнематериалдан көрмес бұрын бірінші қандай қасиеттер туралы айтылған? Соны дәптерлеріңізге түртіп алып жазып отырыңыздар. Отбасы деген не? Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап айналып толғанып, қорғап қоршап бауырына басатын
теңдессіз ыстық ұя. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзін сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Отбасының жаңа қосылған мүшесіне анасы дүниеге келген сәттен құлағына сүйіспеншілік толы үнмен оған жалғыз емес екенін сыбырласа, әкесі жанында қолдаушысының әрқашан арқа сүйер асқар таудай сенімді тірегінің бар екенін сездіруге тырысып жатады. Сәби мына кең дүниені оған жанұясының ашып берген көз арқылы көре бастайды. Жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жетіп жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяқтарымен басу үшін сәбиін қанаттандырып өмірге баулайды. Балаға жан қиярлықты, опалы болуды, жақсы мінезбен иман негіздерін үйрететін кең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтарды отбасынан мирас етіп алады. Адам баласы қайғыны да қуанышты да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар намыстың не екенін отбасында көреді. Адамгершілік сезімдері қалыптасады. Алғашқы дағдыларды меңгереді. Осы жерде бала алғаш басына түскен әр түрлі тұрмыс иірімдерінен шығудың жолын іздеп, шама шарқынша одан құтылудың шарасын қарастыруды үйренеді. Жақсы. Бейнематериал ұнады ма? Иә. Ja? Иә. Ага. Енді сіздерге сұрақ. Бұл жерде не айтылған? Отбасы дегеніміз не екен? Отбасының қандай құндылықтары болады екен? Кім айтады? Айтып жіберіңіздерші. Нұрсұлу. Айтыңыздар. Бала дүниеге келгеннен бастап, сол анасының тәтті үнінен, мейіріміне бөленіп өседі, тәтті әлдиіне бөленіп өседі. Сол анасының махаббатын сезініп өседі және әкесінің қорғаны бар екенін, асқар бар екенін біліп өсетін болады. Аха, жақсы. Тағы да қандай пікірлеріңіз Ата-ана бар? баланы қанаттандырады. Отбасы бірте бала өмірге келгеннен кейін өзінің қоршаған ортасын көрсету керек. Аха, қазір Амина айта қойсын. Амина, айта беріңіз. Аха, қазір Аида айтады соны. сәбидің дүниеге келгеннен кейін өзінің қоршайтын ортасы, ыстық ұясы сол жерде жетіліп, барлық қамтылған отбасыда өмір сүретін жері. Айтылған, иә. Жақсы. Рахмет. Тағы да пікір қосамыз ба? Бар ма айтатындарыңыз? Аида, айтасыз ба? Отбасы арасында міндетті түрде сүйіспеншілік, бір-біріне деген сенім болады. Ата-ана баланы қанаттандырады, жақсы білім тәрбие береді. Жақсы. Рахмет. Кеттік. Енді міне жаңа сіздер өздеріңіз айтып жатсыздар, иә? Бұл әңгімеге байланысты сұрақтарыңыз, иә? Ата-ананың бойында қандай қасиеттер бала өмірге келгенде оны ізгілікке, дұрыс әрекетке жетелейді дейді. Ата-ананың бойында ең бірінші қандай қасиеттер болу керек екен дейді? Өздеріңіз айтып жатсыздар, иә? Әрине ол қандай? Мейірімділік, иә? Қамқорлық. Ең алғашқы Сүйіспеншілік. иә? Сүйіспеншілік, махаббат, барлығы осындай болған жағдай. Аха. Осылардың барлығы баланы не істейді дейді? Дұрыс әрекетке жетелейді дейді. Отбасы ошағының жылулығын қалай сақтауға болады деп ойлайсыздар? Қалай сақтауға болады? Кешірім сұрай білу керек. Бір-біріне түсініспеушілікпен қарау керек. Бір-бірін түсініп, иә. Бір-біріне үнемі қолдау керек. Үнемі қолдау, иә, кешірімді бола білу керек, үнемі қолдау керек, иә, және де бір-бірімізді не істеу керек? Бауырмалдықпен сыйластық болуымыз керек, иә. Жақсы. Үшінші сұрақ, бізде өз отбасыңыздағы туыстық, бауырмалдық қарым-қатынастар туралы әңгімелеп беріңіздер дейді. Енді өздеріңіз жай ғана отбасыңыз туралы кішігірім ғана пікіріңіз айта салыңызшы, қандай сіздер қарым-қатынасты қалайсыздар? Міне, бауырмалдық қарым-қатынас бар ма? Сіздерде қазір үйлеріңізде өздеріңіз бір-бір әпкесіздер, бір-бір біреудің бауырысыздар, баласыздар. Айтып жіберіңіздерші. Мысалға, мен үйде жалғыз баламын, ата-анам мені қатты жақсы көреді, бір-бірімізбен үнемі сүйіспеншілік арамыздан кетпейді. Жақсы. Тағы да айтамыз ба? Бармыз ба? Бір ғана пікірмен. Мен үйде ең кішісімін, 2 ағам бар, ағаларым әрқашан маған қамқор болады.
керек кезде көмектесіп, өздерінің ағалық қамқорлығын білдіреді. Жақсы, тамаша. Бірақ та енді біздің басты міндетіміз бізге барлығы көмектеседі, бізге барлығы жақсы қарайды, бірақ енді сіздердің өздеріңізден де жақсы не болу керек? Бауырмалдылық, жақсы жауап қайтаруымыз керек, үнемі қастарыңызда болып, ізгі ниетпен, жақсы тілекпен жүруіміз керек, ата-анамызға деген, туысқандарымызға. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Енді бізде қазір осы отбасы тақырыбына байланысты бейнесюжет болады. Қазір аңыз әңгіме. Бұл жерден қандай болады? Қазір аңыз әңгімені мұқият тыңдайсыздар. Ортасында әңгіме тоқтатылады. Сіздерден жауап сұралады. Бұл жерде сұрақты тыңдаңыздар. Қазір сұрақ қояды. Қандай қасиеттер болу керек екенін әңгімені тыңдасаңыздар, сонда сұрақ айтылады. Тыңдаңыздар. Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың біріншісі бай саудагер Дәулет, екіншісі құдық қазып ақша табатын кедей кісі Сабыр екен. Саудагер өзінің көршісінің ылғи да ауыр бейнетпен су шығарып жатқанын көріп, ішінен: "Мынадай ауыр бейнет жасап, жарлы болғанша, мен секілді сауда жасап неге бай болмайды?" деп ойлап қояды екен. Күні ол көршісіне: "Қашан көрсем де ауыр бейнеттен пұл тауып жүргеніңді көремін. Бірақ әлі күнге байыған жоқсың. Сонда тапқаның қайда кетеді?" "Табысымды 4-ке бөлемін. Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін. Екінші бөлігін қарызға беремін. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын. Төртінші бөлігін ғана әйелім екеуміз азық етеміз." деп жауап беріпті кедей көршісі. Онда түсінікті, деп Дәулет өз жөніне кетеді. Бірақ сөздің мәнісін ұқпай, түнімен бас қатырып ұйықтай алмайды. Азанда болмағасын көршісіне барып, айтқанын түсіндіріп беруін өтінеді. Жақсы, мен әңгімені тоқтаттым аңызды. Енді сіздерге сұрақ. Әңгімені тыңдадыңыздар ма, аңызды? Сұрақ қойылды, Жаңағы 4 табыс табам деді. Өзі қалай? Бай мен кедей. Кедей адам не істеймін дейді? Табысымды 4-ке бөледі. Сіздер қалай ойлайсыздар? 4 бөлікті, кедей адам 4 бөлікті кімге береді? Біреуін қарызға беремін дейді, Қарызға аламын деді. Қарызға алғанымды жабамын. Айта қойыңыз. Қарыз алған қарызымды жабам деді. Қарызға беремін деді. Азыққа қалдырам деді. Және ең соңғы ақшасын әйеліміз екеумізге деді. Енді сұрақ, қарызға беремін деген ол кімге береді екен? Қалай ойлайсыздар? Садақа шығар. Садақа, жаңағы барлық адамға, кімге мұқтаж адамдарға садақа ретінде береміз дейді екен, Жақсы. Екінші сұрақ. Тағы кімге көмектесем деді? Қарыз аламын деді, қарыз беремін деді, Қарыз аламын деді, бұл кімге екен? Айтыңыздаршы. Балаларына. Аида. Қарыз аламын дегені жаңағы құдықтан су алады ғой. Қарызға алған суды өтеу үшін құдыққа ақша тастайды. Жақсы, енді ол сіздің пікіріңіз, Жақсы. Қазір дұрыс жауапты тыңдайсыздар. Тағы да өзім барлығын ең соңғы 4-ші амалды әйеліміз екеумізге қаламыз деді, Қалған ақшаның бөлігін әйеліміз екеумізге қалады деген. Соны қалай ойлайсыздар, ол несі қалды? Кім айтады? Киім-кешек шығар. Киім-кешегі ма? Жақсы. Тағы да пікір бар ма? Айтасыздар ма? Өз ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Қарызға беремін дейді. Сода жаңағы бай түсінбейді. Қалай сіз кімге бересің қарызға? Жауабын айтпай, тек қана сұрақ туындап қана кетеді. Бар ма пікір? Айтамыз ба? Жұлдыз? Айтасыз ба? Жоқ, Жарайды, жақсы, енді тыңдадық қой. Енді дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Не дейді екен? Көршісі сөзінің мәнін былай түсіндіріпті.
бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін дегенім, табысымның бірінші бөлігін кәрі ата-анама беретінімді айтқаным. Олар мені өмірге әкелді, бақты, өсірді. Олардың еңбегін түгел қайтару еш мүмкін емес. Перзенттік борышты ешқашан толығымен өтей алмаспын. Сонда да оны өтеуге тырысамын. Өйткені ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді деген. Жақсы, сонда не дейді? Бірінші табысты кімге берем дейді? Ата-анасына, иә? Бірінші табысты ол міндетті түрде ата-анасына берем дейді. Ата-анама қашан да болса да беріп отырамын, өйткені ата-анасын сыйлаған, ата-анасын құрметтеген адам өмірде де болады дейді. Жақсы, кеттік. Екіншісін тыңдаңыздар. Екінші бөлігін қарызға беремін дегенім, оны балаларыма жұмсағаным. Олар кейін бізді бағады, яғни қарызды қайтарады. Басқаларға мейірімділік етпегеннің өзде мейірімге бөлінбейді деген. Екіншісі, кімге берем дейді қарызға? Балаларына. Балаларыма берем. Ертең маған. Айта беріңіз, Аяжан. Ертең. Балаларыма беремін. Жақсы, сіздер дауыстарыңыз естілмей тұр, қаттырақ шығарайық. Балаларыма беремін, өйткені балаларға көрсетілген мейірімділік, олар да ертең, қалай дейді, Жақсы, енді үшіншісін тыңдайық. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын дегенім, жетім жесірлерге тегін ауыз су шығарып беріп, ақыретке азық жинаймын дегенім. Себебі халық игілігі үшін су шығарып берген адамның алар сауабы өзі өлсе де артынан үзілмей барып тұрады. Тыңдадық па үшіншісін? Үшінші табысымды барлық мұқтаж адамдарға не істеймін дейді, көмектесемін дейді. Яғни артыңнан да жақсы не қалу керек дейді? Іс қалдыру керек дейді. Жақсы, кеттік төртіншісін. Ал төртінші бөлігін әйеліміз екеуміз азық етеміз. Ол түсінікті. Төртіншісі түсінікті, иә? Әйелімен азық етемін. Иә, үйдегі барлық біздің мынау ішіп жеп отырған, киіміміз, балаларыма берілген барлық табыстары екен. Жақсы, кеттік. Әңгіме ұнады ма, аңыз? Ұнады, иә? Енді мен ойлаймын, алдағы уақытта бұл аңызды тыңдап қана қоймай, өмірде де қолданасыздар деп ойлаймын, иә? Қандай адам болса да өзіңіз мейірімділікті таныта білуіңіз керек. Рахмет, смайликтарыңызбен көрсетіп жатсыздар, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Жақсы, біздің басылып кетті. Енді осыны кішкене пікірімізді толықтырсақ, бізде яғни қалай дейді? Қазақ ұғымында отбасы ол өмірдің тұтқасы дейді. Оттың маңайына таратқан жан балқытар жылуы дейді. Қазақтың ошағы дөңгелек үйінің ішінде болады, бүкіл жайдарлық жағылған отқа не істейді? Үйіріледі. Отбасының амандығы, ошақтағы оттың маздап тұруы үміттің өшпес алауы дейді. Қазақ отбасында арнайы жазылып бекітілмеген заңдары бар дейді. Ол қалай дейді? Әке мен ұлдың, шеше мен қыз баланың, қыз бен жеңгенің, келін мен ененің, ата мен келіннің арасындағы өзара қарым-қатынастары әдептілікке тәрбиелеудің ерекше қымбат үлгісі дейді. Бұл қалай дейді? Бізде қазақ отбасында ешқандай бекітілмеген заң, Біз әрине ата-ананы құрметтейміз, жеңгемізді де құрметтейміз, барлығымыздың өзіміздің бір әдептілік тәрбиеміз бар екенін айтады екен қазақ отбасында. Жақсы. Осының дәптерлеріңізге түртіп алып отырыңыздар. Бірақ үйге мен сіздерге осының барлығын жіберемін, көріп жазып отырасыздар. Бізде ары қарай шығармашылық жұмыс. Яғни шығармашылық жұмыс дегеніміз не? Ол бізде мынау өтіп жатқан жаңағы аңыз әңгіме, жаңағы көріп тұрған бейне материалыңызды қорытындылау үшін, түсіну үшін шығармашылық жұмысты бастайық. Шығармашылық жұмыс сіздер қазір дәптерлеріңізге мына жерде ұлы ақындардың қанатты сөздері бар. Сонымен бір ауыз пікірлеріңізді айтып өтесіздер. Жазып алыңыздар. Қайсысын айтасыздар, сол бойынша пікірлеріңізді білдіріп отырасыздар. Яғни бірінші тапсырма. Тыңдаңыздар. Ұлы адамдардың ой тұжырымдарын оқып, отбасы өнегесі туралы ой пікірлеріңізді ортаға салып айтыңыздар. Әл-Фараби,
Ғылымды игерген, бірақ тәрбие көрмеген адам қоғамды қайғы қасіретке жетелеуі мүмкін. Екінші, Бауыржан Момышұлы, ата-ананың қадірін білмеген ел қадірін біле алмас. Ел қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмас. Үшінші, Сергей Михалков, адамның қалыптасуы бала кезден басталады. Жақсылықты адам бойында нақ сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық ұрығының өніп шыққаны немесе оны жамандықтың арам шөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Сіздердің мақсаттарыңыз қандай? Осы жерде ұнаған өздеріңіздің нақыл сөздеріңізді түртіп алып, дәптерлеріңізге жазып, сол туралы ой пікірлеріңізді білдіресіздер. Екінші тапсырма. Суретші, қараңыздар суретке. Бұл суреттің авторы Карим Мулашевтың ана мен әже картинасының репродукциясын қарап, өз отбасы құндылықтарыңыз туралы пікірлеріңізді, естеліктеріңізді ортаға салып, деректі құжаттар, газет, журналдар және фотоматериалдардан таныстырылым даярлаңыздар. Енді бұл жерде қандай сіздерге тапсырма? Қазір әрине фотоматериалдар, таныстырылымдар жасап үлгермейсіздер, бірақ бұл өзіңіздің егерде әжелеріңіз бар болып жатса, аналарыңызбен бірге қандай естеліктеріңіз бар, қандай құндылықтарды үйде сақтайсыздар, сол туралы пікірлеріңізді айтып кетсеңіздер. Үшінші тапсырма. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан берілген үзіндіні оқып, ондағы ананың бойындағы рухани жайлы әңгімелеу қажет. Яғни мына жерде әңгіме жазылған, сол әңгімедегі не айтылған? Әңгімеде қандай тәрбиелік мәні бар? Соны сіздер түсіндіріп, кішкене ой пікірлеріңізді білдіресіздер. Төртінші тапсырма. Отбасындағы адал қызмет, парыз және жауапкершілікті негіз етіп, бақытты отбасының ережесін жасап шығу ұсынылады. Бақытты отбасы дегеніміз қалай? Өзіңіз мысалы болашақ анасыздар, иә, болашақ жаңағы отбасыларыңыз болады. Сол жерде, яғни бақытты отбасы болу үшін ережені қалай құрғыларыңыз келеді? Яғни қазір өздеріңіз үйлеріңізде бақытты отбасы болу үшін өзіңіздің міндеттеріңіз қандай? Соны ережені жазып, пікірлеріңізді білдіресіздер. Тапсырма түсінікті ма? Иә. Ал, бастайық. Бастайық, иә, міне, кішкене бірлет оқып шығыңыздар өздеріңіз іштеріңізден, иә. Дәптерлеріңізге жазып алып. Екінші тапсырма әже туралы, иә, ана мен әже картинасы. Үшінші, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы. Осы үшінші тапсырмада әңгімені оқысаңыздар, мені қосылып тұр. Ашып қойдым сіздерге. Бұл жерде тәрбиелік мәні қандай екен, соның барлығын айтып кетсеңіздер. Болдық па? Дайынбыз ба? Пікірімізді білдіреміз ба? Кім дайын? Қолдарыңызды айта беріңіздер. Мен дайынмын деп. Мына жерде. Мен дайынмын. Кім түсінікті ма? Мен Қонысбек Аяжан, бірінші тапсырмаға дайынмын. Аха, Аяжан. Жақсы. Бауыржан Момышұлының ата-ананың қадірін білмес, ел қадірін білмес, ел қадірін білмеген ата-ана қадірін білмес дегені, ол ең бірінші ата-ананы сыйлау керек. Ата-ананы сыйламасақ, онда елді, жұртты тыңдай алмаймыз. Оларға деген біздің көңіліміз, өзіміз оларға деген сыйластық болмайды, ешқандай елге деген. Ал елді сыйлай білмеген адам, ол ешқашан ата-аналарын сыйлай алмайды. Жақсы. Ата-ананың қадірін білмеген, ел қадірін біле алмас, иә. Ел қадірін білмеген, ата-ана қадірін біле алмас. Жақсы, пікіріңіз, аха, өте орнықты. Тағы да таңдадыңыз ба, тағы да бар ма? Кім айтады? Кім дайын? Бір-бір пікірлеріңізбен айтып кетсеңіздер ойларыңызды. Мен дайын. Кім? Айта қойыңызшы фамилияңыз. Аида. Аида? Аха, айта қой. Әл-Фараби ғылымды игерген, бірақ тәрбие көрмеген адам қоғамды қайғы қасіретке жетелеуі мүмкін. Әрине, басында қанша оқыпты оқығанын білсе, бірақ ата-ананың тәрбиесін көрмесең, көмектесуді үйренбесең, мұндай өмірде жақсы орынды алып жүрмейсің. Өмірің босқа кетеді. Ғылымды игерген, қосарыңыз бар ма тағы? Айта беріңіз, аха. Жақсы. Аида.
ғылымды игерген бірақ тәрбие көрмеген адам қоғамды қайғы қасіретке жетелеуі мүмкін. Иә, ғылымымыз бар, иә, біліміміз бар, бірақ ешқандай тәрбие көрмеген, ол қандай қасірет әкеледі? Қоғамға қандай болса да қасіреттің барлығын алып келеміз. Иә, ол ең бірінші адамда адамгершілік болу керек, мейірімділік болу керек. Иә, сонымен бірге тәрбиемен бірге білімді де алып жүруіміз керек. Сонда ғана біз қандай болады екенбіз? Жақсы және қоғамға да жақсы мінездерімізбен көмектеседі екенбіз. Иә, кеттік тағы да екінші тапсырма бойынша кімде пікір бар? Ойларыңыз бар ма? Үшінші тапсырма бойынша Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының эпопеясынан үзінді. Жаңағы романда бұл жерде Олжанның Абайдың әкесін құрметтегенін көруге болады. Себебі Абай бірінші болып анасына амандасуға барған кезде, ол анасы бірінші әкеңе барып амандас деп айтады. Бұл жерден Олжанның қалай әкесін құрметтейтіні, өзін әкесіне бір саты кіші қоятыны көруге болады, және баласына осы тәрбиесін беріп жатқаны. Жақсы. Ер азаматты жоғары қою ғой. Ер азаматты жоғары қоюы, иә. Жақсы. Ананың даналығы, иә. Тағы да бар ма пікір осы тапсырма бойынша? Жоқ па? Жақсы, ендеше бұл жерде жаңа сіздердің айтқан пікірлеріңіз барлығы дұрыс, иә. Ең бірінші жаңағы Абайдың үйге жүгіріп келгендегісі, сол кезде анасына қарай жүгіріп бара жатқанда анасы айтады: "Иә, Олжан, маған емес, ең бірінші ана жақта тұрған әкеңе барып сәлеміңді бер" дейді. Сол кезде, иә, сол кезде Сабинама қазір. Сол кезде Абай не істейді? Өзінің қателігін түсініп, ең бірінші ар жақта тұрған Құнанбай әкесіне барып сәлемін береді екен. Сол жерде, бұл жерде қараңыздар, енді ананың даналығы соншама, ер азаматты, иә, біз міндетті түрде ер азаматты ең бірінші жоғары қоямыз, иә. Анасы баласын қалай ер адамды тәрбиелеуде, үлкенді құрметтеуді үйренетінін көрсетіп тұр екен. Жақсы, кім дайын? Жаңа Сабина ма? Торғын ба? Қай пікір бойынша айтасыздар? Айтыңыздар. Жаңа дайын. Жақсы, ендеше кеттік. Төртінші тапсырма. Отбасындағы адал қызмет, парыз және жауапкершілікті негіз етіп, бақытты отбасының ережесін жасап шығу ұсынылады. Жасадыңыздар ма? Айтып шықсақ, бір ойыңыз. Кім айтады? Айта ғой. Еркеназ? Кешірім. Қазір, Әмина, қазір. Татулық, көмектесу, сыйластық, сүйіспеншілік, мейірімділік, тәрбие, отбасылық құндылықтар. Сіздің ойыңызша, иә, бақытты отбасының ережесі. Жақсы, тамаша. Кеттік, тағы да кімде бар? Өзіңіздің отбасы. Бақытты отбасы болсын. Бақытты отбасы болу үшін, отбасында бір адам қателік жіберсе, оған сүйіспеншілікпен қарап, әрине кешіре білген дұрыс. Сүйіспеншілік білдірген дұрыс. Сүйіспеншілік, иә. Жақсы. Онда отбасы әрине бақытты әрі тағы жүреді. Ең бірінші отбасында сүйіспеншілік болса, бақытты отбасы болады деп ойлайсыз. Әрине сүйіспеншілік болған жерде барлығы да не болады дейді? Бақытты отбасының ережесі қалыптасады. Жақсы, тағы да кімде бар? Амина, айтасыз? Торғын кім айтады? Бақытты отбасы бұл ата-ананың балаға деген берген тәрбиесі дұрыс болуы, ал балалардың ата-анаға деген құрметі деген жоғары болу керек. Сонда ғана бақытты отбасы бола алады деп ойлаймын. Жақсы. Иә, сіздің ойыңызша ата-анаға ең бірінші құрмет көрсету, иә. Дұрыс, әрине, әркіміздің өзіміздің бақытты отбасының жақсы болу үшін үлкенді құрметтеу, иә, кішіге ізет көрсету, үйдегі сүйіспеншілік, иә, үйдегі қарым-қатынас, үйдегі қайырымдылық, қамқорлық, бұлардың барлығы болғанда бақытты отбасы ережесі қалыптасады. Жақсы, рахмет қыздар. Ойларыңызды, пікірлеріңіздің барлығы дұрыс айтып жатырсыздар. Еліңізге рахмет. Кеттік ендеше. Сіздерге мына жерде екінші тапсырма бойынша айтылмай қалды, бірақ екінші тапсырманы үйге сіздерге қалдырамын. Осы слайдтың барлығын мен қазір неге саламын, тапсырма ретінде үйге, сол кезде осының барлығын орындап жібересіздер.
Ары қарай. Ары қарай кеттік. Үйге тапсырма. Енді қараңыздаршы, бұл жерде шығармашылық жұмысты кішкене айтып кетсек, иә? Бұл жерде барлығы не туралы айтылған? Ең бірінші. Отбасы, Отбасы құндылығы, иә? Отбасы ол біздің руханилықтың көзі екенін, иә? Отбасында ең бірінші тәрбие алып, ары қарай оны дамытуымыздың барлығы осы отбасында басталатыны туралы айтылған, иә? Ары қарай сіздерге үйге тапсырма, дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар, Константин Паустовскийдің Жеделхат шығармасынан алынған үзіндіні үйге тапсырма ретінде оқып келу. Екінші тапсырма, шығармашылық жұмыста берілген тапсырмаларды не істейміз? Аяқтаймыз. Жаңағы 4 тапсырма бар, сол тапсырманы толықтырамыз, иә? Бір пікірден ғана білдірдік, бірақ сіздер үйде толығымен аяқтайсыздар. Енді кішкене қорытындылап кетсек, иә? Отбасы дегеніміз, ол бізде қандай дейді? Табиғат сыйлаған кереметтердің бірі дейді. Отбасы бізде табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Ол жеке адамның бойындағы ар-ұяты, ақыл-ойы, барлығы мәдениеттілігін тәрбиелеуде, ол отбасы бізде алғашқы қадам. Отбасында біз барлығын меңгереміз, үйренеміз, кішкентай кезімізден бізге қайырымдылыққа, жақсылыққа үйретеді, соның барлығымыз отбасымызда үйренеді екенбіз. Яғни отбасы өте қажетті. Басқа да еш нәрсемен өзгертуге болмайтын, не дейді? Баспалдақ. Ендеше бүгінгі сабағымызда кішкене болса да өзімізге жаңа қасиеттерден өттік қой, қайырымдылық, дұрыс әрекет, соның барлығын тыңдап қана қоймай, осы өмірде де не істеуіміз керек? Қолдануымыз қажет. Жақсы. Қандай тағы да ойларыңыз бар? Қандай пікір білдіресіздер? Толықтыратындарыңыз бар ма отбасы туралы? Қосарларыңыз бар ма? Жоқ па? Жақсы, ендеше сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Бірақ бізде өзін-өзі танудың ерекшелігі, біз сабақтың соңында міндетті түрде ән айтамыз. Бірақ мен қазір әнді барлығымыз айта алмаймыз. Мен мына жерге музыканы қосамын, кішкене өздеріңізге жақсы әсер берсін, тыңдаңыздар, иә? Содан кейін бізде уже уақытта аяқталып қалып тұр. Дауыс естіле ме? Құста болғың келмейді, қанатың бар күмістен жаратылған. Сәби болғың келеді, сәби болғың, бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғың келеді, сәби болғың, бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар керек пе жылынымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым, күн сәулесі ойнаған қаламымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым, күн сәулесі ойнаған қаламымда. Ән ұнады ма? Мұқали Мақатаевтың сөзіне жазылған сәби болғым келеді әні. Әсер білдірді ме? Әсер қалды ма? Ұнады ма сіздерге ән? дауысыңыз естілмейді. Иә, ұнады. Ұнады. Естілмей тұр ма дауысым? Что? Свет берді. Естілді ма дауысым? Дауысым естілді ма?
Жоқ, жоқ, сіздің даусыңыз жай естіліп тұр. Жақсы, ендеше қазір сізде осы тақырыпқа байланысты алған сабақтан осы аңыз әңгімеміз, бейне материалымыз, дәйек сөзіміз барлығын осы сабақта біріп, жақсы көңіл күймен сабағымызды аяқтайық. Естіле ма даусым? Мына жерде Жоқ, естілмейді. Жансая Жанахметовна, что-то со звуком у вас. Включите микрофон или что? Сабақты аяқтадыңыз ғой. Ақырғы сөздеріңізді айтыңыз. Жақсы, рахмет. Енді осы сабағымыздың, яғни бүгінгі тақырыпта отбасы тақырыбы ғой. Алған білімімізді, мақсатымызды, яғни қасиеттерімізді бойымызға сіңіріп, өмірде қолданайық. Жақсы, рахмет. Даусым шықпай тұр, уақытымыз аяқталды. Шыға берулеріңізге болады. Мұғалімдер қаламыз ба? Рахмет. Сабақ аяқталды деп чатқа жаза салыңыз, мына чаттағы. Жазам. Ата даусым шықпай. Жанахметовна, демонстрация экранды өшіріңізші, сосын даусыңызды громкость қосып жіберіңіз. Қосылып тұр барлығы. Даусыңыз мүлде естілмей тұр. Ноутбуктағы громкості көбейтіңізші, қосыңыз. Сіз бағана музыкада азайтып қойдыңыз ғой, содан аз болып тұр даусы. Құрметті студенттер, Жансая Жанахметовна жазып жатыр, сабақ аяқталды. Енді студенттер осы чаттан шыға берулеріңізге болады. Сау болыңыздар. Қатысқандарыңызға рахмет. Айжан Қалиевна, қайыра кіреміз ба осы ссылкамен? Осы ссылкамен Жансая Жанахметовна өзіңіз громкость нетіңізші. Ана экранды кішірейтіңіз да, ноутбугыңызда громкості қоссаңыз, осы жерде сабақ талқылап тастасақ. Бітіп қалған сияқты. Біттіңіз ба, Жансая Жанахметовна? Ноутбугыңыздың громкосын неге қоспадыңыз? Жансая Жанахметовна, қайыра кірейікші, мынаны бітіріп, қайыра кірейік. Может, заново попробовать зайти? Давайте заново попробуем зайти. Давайте, да, давайте.